Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай красный бархат трайфлын бірге дайындайық. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен керекті заттарды дайындап аламыз. Бізде барлығы бөлме температурасында болған дұрыс, яғни ол айран, сливки және де жұмыртқалар. Енді біз красный бархат бисквитін дайындаймыз. Бұның ең оңайы барлығын бірге салып араластырып саламыз және де осылай бірлет пісіріп аламыз. Бұл ең оңай красный бархат бисквитінің рецептісі. Мен осындай миксерде жасайтын боламын. Егер де бұндай миксер болмаса, кәдімгі қолдың миксерімен жасасаңыздар да болады. Ең бірінші бөлме температурасында жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Кейін үстіне қант, шым-шым тұз, ас содасы, ас қопсытқыш, ұн, айран және де сливки барлығын салып аламыз. Және де ең соңында ұнымызды салып, бірден 10 минуттай, 5-10 минуттай араластырып аламыз. Және де бір қасықтай какаоны саламыз. Какао мен ұнды үккіштен алдын ала өткізіп алған дұрыс. Және де менде осындай гелевый краситель қызыл. Егер бұндай болмаса, кәдімгі құрғақ красительді де пайдалансаңыз болады, өз қалауыңыз бойынша. Енді осының барлығын дайындап алдық. Енді миксерімізге салып, жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Міне бізде көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі анық қызыл түс шықты. Осылай араластырып болған соң миксерімізді тоқтатамыз. Біздің массамыз осындай сәл қоюлау болып шығуы керек. Ал енді формамызды дайындайық. Менде осындай кольцовой форма. Оны 20 сантиметрге қоямыз. Және де астына видеодағыдай пергамент, оның үстіне фольганы жабамыз. Сонда сіздің бисквитіңіз ағып кетпейді. Әрі қағазыңыз да, фольгаңызды да үнемдейтін боласыз. Осындай форма жасап болғаннан кейін үстіне біз өзіміздің тестамызды құятын боламыз. Осылай құйып болған соң біз осыны 180 градуста духовкаға 20-25 минутқа саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біз қамырымызды бірден барлығын құйып пісіретін боламыз. Міне осылай дайын болады. Біздің бисквитіміз дайын болғаннан кейін оны бірден есігін ашпаңыздар. Тоқтатып қойып, сәл суығанын күтіп, содан кейін бірақ шығарыңыздар. Сонда біздің бисквитіміз басылып қалмайды бірден. Бізде осындай әдемі болып бисквитіміз пісті. Оны суы үшін оның астындағы фольгасы мен пергамент қағазын алып тастаймыз. Және де піскенін осылай таяқшаның көмегімен көруге болады. Толықтай суығаннан кейін осылай формамыздан пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Ал енді осы бисквитімізді біз трайфл жасағандықтан осылай қолдың көмегімен немесе блендердің көмегімен үгітіп алсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай түсі өте әдемі болып, қызыл болып шыққан. Осылай қолдың көмегімен үгітіп алыңыздар. Ал енді кремін дайындаймыз. Бізде қарапайым чиз кремді жасаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр, қант ұнтағы және де сливки 33% керек. Барлығы сап-салқын болу керек. Ең алдымен творожный сыр мен қант ұнтағын салып, миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін оның үстіне біз сливкиді құямыз. Сливкиімізде салқын күйде тұруы керек. Осыны құйып, тағы да бірлет жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біздің массамыз қою өзінің формасын ұстай алатындай болуы керек. Міне осылай дайындаймыз. Ал енді мен трайфлдарды осындай стаканчиктерге жасаймын. Арнайы трайфлдарға арналған. Егер де сізде бұндай стаканчиктер болмаса, үйдегі кез келген ыдысқа жасасаңыздар болады. Яғни басқа да стакан, немесе кесе, немесе тарелкаларға әдемі стеклянный, сондайларға жасасаңыздар да болады. Енді ең алдымен креміміз үшін осындай насадканы алдым.
осындай кондитерский мешокқа кремімізді салып аламыз. Ал енді бір тіндеп әр стаканчигімізге осылай кремімізді жағып шығамыз. Әдемілеп тұрып. Осындай насадка болмаса, жай ғана насадка жасасаңыздар болады. Бірақ насадканың көмегімен өте әдемі болып шығады. Енді кезек-кезек крем, корж, яғни бисквит, сосын тағы да үстіне крем. Егерде дәмділік үшін тағы да клубника немесе малинадан конфитюр жасап қойсаңыздар болады, өз қалауларыңыз бойынша. Міне біз бисквитін салдық, енді үстіне тағы да бір рет крем жағып шығамыз. Және де олардың үстіне тағы да бисквит, крем осылай қайталай береміз біткенше. Ең соңынан крем жағып, оның үстін әсемдігі үшін жаңағы бисквиттерден сәл ғана салдым. Немесе өз қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Және де осы стаканчиктердің осында қақпағы бар. Осылай жауып қойсаңыздар, одан сайын әдемі болып көрінеді. Міне, біздің трайфлдарымыз дайын болды. Дәмі өте керемет шығады. Осылай дастарханға қойсаңыздар, әрбір дастарханның сәнін келтіреді. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше.